Сондықтан апа мерейіңізбен болсын, әдемі болып жүріңіз. Ыбырайдан қалған жолды жалғаған, ең алғашқы кітап берген жан маған. Үйіндегі өз баласын ұмытып, жұрттың балдарын жаңағы шәкіртім деп таңдаған демекші. Енді апамыздың ақ тілегін тыңдайық. Құрметті қалайық, бүгін мынау бала кезгі достыққа ештеңе жетпейді ғой, сондықтан бала кездегі достарды көріп, көңілім шалқып, бірді қуанып отырмын өзім. Енді ол бірінші біздің ата-анамыздың арқасы, ата-аналарға мыңда бір рахмет. Тірі өліні сыйламай тірі баймайды деймін, барлығымыздың ата-аналарымызды өмірден өтті ғой. Сондықтан сол кісілер бізді оқытып, тоқытып осындай дәрежеге жеткізген, ол кісілерге мыңда бір рахмет айтқым келеді. Одан кейін ұстаздарға, ұстаз болмаса біз қайдан шықтық деп тағы солардың тәрбиесін жалғап жүрген адамдардың біріміз. Енді мен бүгін шын жүрегімнен сіздерді көре отырып, Бақытгүлге, Қайнарға, Көпбергенге, Толағайға мыңда бір рахмет айтамын. Біз шулы классымыз, дауылкес класс едік, бірақ осындай класстың басын қосып біріктірген сіздерге мыңда бір рахмет. Алланың назарында болыңдар, дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңдар. Енді мен сонау Ақтөбе Таразға кеткен қыздың бірімін ғой, бір өзім жүрсем де жүрегім сіздермен бірге, әруақта есіме алып тұрам. Ауылға аяғым тиіп атса сәулемен орыншаны іздеймін. Шүкір бауырлар бар ғой, сонда да болса сыртта жүрген өте қиын, оны сыртта жүрген адам түсінеді. Әсіресе ұлы жүздің ішінде жүрген жалғыз кіші жүздің қызымын. Ақтөбені іздесем ешкімді таппаймын. Соларға сіңдім енді. Бірақ енді сіздердің орындарыңыз мен үшін ерекше. Соның ішінде мынау жолдастар өмірден өтіп кеткен қыздар отыр. Бұлардың да жүректері бізбен бірге. Рахмет сіздерге, мыңда бір рахмет. Мәкеңе рахмет, біздің қыздарды әпелеп, қандай күләш әдемі қылып қойғансыз. Рахмет, мыңда бір. Енді не деймін, бір жаңағы қазақта айтады ғой, көпті кірсе көл деп. Бүгін міне осындай жетістікке жеткізген сіздерге, сіздердей достарым барына мыңда бір рахмет. Алла назарында, бақыттың назарында болыңдар, әруақта қуаныштарың көп болсын. Үйде, әсіресе дүзде жүрген жолдастарымның алды болыңдар, бақытты болыңдар. Мен сіздерге Тараздан келіп тұрмын ғой, немерелерінің бәріне Бауыржанның батырлығын, Шерханның сол жерде туып өсіп жүріп жатқан Шерханның жазушылығын сыйлар едім сіздерге. Енді басқа не айтамын, бақытты болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Немере шөберенің сүйікті әжесі бола біліңдер. Дендеріңіз сау болсын, жақсылықта кездесейік. Енді мен сол жаққа нешінші жылы 85-те кеттім, 85-те кеттім. Мен жұмысқа шыққаным Қазалының баласы Құрманай. Қазір сояқта үлкен дәрігер, әйтеуір мен ояққа барып мұғалім болдым, жаман болған жоқпын. Гимназия мектебінің заң директорына дейін көтеріліп бірге жұмыс істедік. Аллаға шүкір, бірақ ұлы жүздер біледі ғой, Мәкең біледі. Ұлы жүздер шеріңе қарап сыйлайды, жақсы жүрсең, ол керемет көтереді. Кем болсаң, оны сәл бәсеңде ұстайды, солай ғой, шетте жүрген біз білеміз. Сондықтан да Нұртай мен оның семьясына мыңда бір рахмет. Алыстан келсе де, Астанадан келіп отқан достарға жайыққанды мана қол қошыратын біздің көшенің тұрғынымыз ғой біз. Жайыққан, Көпберген, бәріміз кімнің жасыл сомкасы бар, соны сұрайын дедім, жасыл сомканы қайда, мен немерелеріме берші, күші Мадинаты деді ғой. Мадинаты бер, көшіреміз деп алып барып қайтатынбыз. Сондықтан Мика бар біздің көшеде. Сондықтан барлықтарына осындай балалық достық жүрегім толықта тұрмын, бірақ әруақта әрқайсысының үйлерінде қуаныштың той болсын, тойға келейік. Аманшылық болса, бір 3-4 жылдан кейін бәріміз 70-ке келеді екенбіз, 70-дің қырқасына шығамыз. Бір достар айтатын, біз енді биікке шықтық, қыздар бәріміз биікке шықтық, енді төменге гүлді әдемілеп келіп түсейік дегенде. Сондықтан шын биікке тұрсыздар қазір барып, енді жайлап қана гүлдер адам аман болса, жерге жетіңіздер, дендеріңіз сау болсын, бала-шаға қанаттарыңыз болсын. Немерелер, шөберелердің сүйікті әжесі болыңдар. Сондықтан да мынау тағы да айтатын бауырымна, тымады балаға айтарым, рахмет жаным, бақытты бол. Мына бізді сыйласаң, Алла сені сыйласын, сен де 20 жылдыққа жас шығарсың енді. Денің сау болсын, осындай достар, қуаныштар көп болсын орталарында.
мына Дүйсекем отыр, Дүйсентай, Дүйсенбекті мен басқадай класс 5-ші класста келдік, бұл класста. Мен 5-те келдім, сен қай класста келдің? Бұларға 5-ші класста келдім, мен сен қай класста келдің? Қаладай класстармен бірге оқығанбыз. Жақсылық болсын, той болсын үйлерінде. Рахмет көп-көп шақырғандарыңызға мыңдап рахмет. Арапта жақсылықта тойда келсін. Және тойларыңыз той болсын. Жаңа ұстаз болған ағай апайды сөйлеп жатыр, сондықтан иә. Жас көрінеді дейді. Иә, байқамай. Ал енді, апа мерейіңізде болсын. Әдем апа жүрін, апамызға бір қатырақ болса байқшы. Қазақтың қош жұлдызы аспандағы, қазақтың өзге ұлттан асқан бағы, қыздарын ұлттан асқан көрсем деген қиял шынға айналды. Дастандағы деп бабаларымыз тектен тек айтпаған. Әрине шетте жүзде де апа мерейіңізден болсын. Иә. Қазір енді немерелеріңіз бар ма? Қандай тәтті немереңіз бар, айтшы беріңізші. Енді мен өзім негізінде 4 баланың анасымын, қызым жоқ, 4 ұлым бар, сол 4 ұлдан 14 немерем бар. Қошемет бір қошемет. Енді қазақта немерені несін сан етпедейм, 13 ұл бір қызым бар. Бәрі өзім отсаға келді жасын. Құдасында сіздерге де жұмысты болсын, аман-есен болсын. Енді аманшылық болса барлық балдарды үйлендірдім, енді немерені күтіп отырмын. Аллаға шүкір, соған жеткізсін деп тілеймін. Мен мұна құрмет қалай келген кезде бір ағаға айтып едім. Соның шапкысын үзгіріп жіберіп мына кісіге айтайын. Апа келбетіңе қарасам, жарқата қалған жарық сияқтысың. Денелігіңе қарасам, айтса айтқандай апы сияқтысың. Сізге айтылмаған жақсы сөз суда шөлдеген балық сияқты. Сізге айтылмаған жақсы сөз суда жазылмаған дәрім сияқты. Апамның алдындағы бір түйір алтын тіс швейцарский банк сияқты. Берейіңізді болсын. Енді мына құрмет қалайық. Енді ананың орны бөлек. Белгілі ақын апамыз Ақштаппақ дегелеп айтқан. Сен ойласам анашым, сен бір биік дарашың. Ал мен болса етекте көп кішкентай балашың. Сағынғанда тауларда көрмек екен баласын. Ал тау болса бұлт басып, көре алмайды баласын. Мен осындай таулардың көңілі кең даладай, баласы үшін ең қымбат, құдірет жоқ анадайды бір қылқабай. Мерейіңізден болсын, немерелердің үлкен азамат болсын, Алла соған жеткізсін. Иә, мынау құрмет қалайық, мынау ғарышқа ұшқан Гагаринді бүкіл мектепті аралап жүріп бастауышқа келеме деймін Гагарин. Келгеннен кейін бір бала қолын көтеріп сұрақ қоямын деп Гагаринге. Сізді әлем мақтайды, дүние жүзіне атыңыз кетті. Иә, осындай үлкен тұлғасыз, сізді көргеніме мен мәз болам. Сізге ешкімді теңей алмайын депті де жаңа кішкентай бала қойын, 4-ші класс. Сонда Гагарин айтыпты, мен батыр емеспін, мен әлем дәріптейтін азамат емеспін. Егер мен халық сөйтіп дәріптейтін болса, анамды айтар едім. Ананың өмірге бір ұл, бір қыз әкелуінің өзі. Ана жақ пен мына жақтың ортасы депті. Мен ұшып барып қайттым, елге аман есен кірдім. Ал ананың өмірі қыл үстінде депті. Сол айтқандай, балдар үшін анасының артық ешкім жоқ. Қызары өміріне жиғаны көп, қыз ана өміріне сыйлары көп. Дүниенің осыншалық бар жақсысын, керектеп өміріне жиғаны көп. Әлемді бір күш билеп тұрған анық, анадан тумайды деп айтқа алып, дүниенің төрт бұрышын тірейтіндей, аналар жаратысынан дана қалыпты бір қалса бәр. Енді құрмет қалайық, өмірден өтіп кеткен апаларымыз болар. Олар да бір аунап жатсын. Қазіргі бәріміз қосылып орындайтын осы әнді орындап жіберейікші. Ана үш әріп тіршілік, үш әріптен үлбірейді бүл шығып. Үш әріп дүниеге танытқан, үш әріп жүргенімізді жыр шығып, әріп шығып. Бәріміз қосылып орындап шығып. Жина
Сонда атамыз айтқан екен, құлдығым ана есіктен кіріп, мына есіктен шыққандай болдым. 100 жыл қасқарым сәтте өте шықты. Ет кетті, сүйек қалды. Тіс кетті, ек қалды. Алашы бар кепсіз кидім, төрге шыққаным жоқ. Сұлудың бетінен сүйдім, бетіме шыққаны жоқ. Астыма жақсы ат міндім, тақымыма шыққаны жоқ. Кеудеме асылдан шапан кидім, кеудеме шыққаны жоқ. Мына жалған дүниеде сыйластық пен татулықтан артық ештеңе жоқ деген екен. Мінекей бүгін, араға 50 жыл салып, бәріміз кездесіп жатсыздар. Бір өткенге бір елестетіп көз жүгіртіп жіберсеңіздер, сол баяғы ең бірінші мектепке келген кездеріңіз. Кімдер кімге ғашық болды, кімнің көзі кімге түсті, ондай да болады ғой. Мен былтыр, құрмет қалайық, 60 жылдықты өткіздім. Содан бір үлкен тосын сый болды. Ұйымдастырушы айтты, Қайреке ешкімге айтпашы. Қазір Бәленчиев деген профессор ұшып келеді. Қазір қонақ самолетпен. Соны алып келем, есіктен кіргізерде, сол кезде айтасыз, оған дейін ешкім білмеу керек отырған адам деді. Содан атамыз ұшып келді, шашын тарады айнаға. Әдемілер, өзі күшті киініп келген. Жарқырап ортаға шықты ғой, атамды мақтап ортаға шақырдым ғой. Жұрттың бәрі құлақ болғандай болды. Бұл кісі түйрек деп ойламап едік деп. Сөйтсе, атамыздың балалық шағында ғашық болған қызы бар екен. Ол да сол неде отыр екен іште. Атамыз жолдасы қайтқан 5 қызы болған екен. Қыздар өзімен өзі үй болып кетіп, ең соңында атамыз жалғыз өзі қалған екен. Ал енді оның алғашқы махаббатының да жолдасы қайтып, оның да 3 қызы болған екен, ер баласы жоқ екен. Бірақ ең кіші қызының қолында тұрғанда, күйеу баласы анда-санда ішіп келгенде, енесін боқтайды екен, қашан құтыламысынан деп әйеліне айтады екен. Содан анамыз арсынып, кеткісі келеді, бірақ жағдай болмаған, солай жүрген екен. Содан кластастары бірігіп, сол кісіні жаңағы профессорге қосқан жөн көрген екен. Содан маған айтты енді, Қайреке апамызды ортаға шақыршы, фонменен де. Апамызды шақырып. Сізге өтірік маған үшін 10 минут екеуі бір-бірін құшақтасып бір жылап. 3 қыз дүниеге әкелдім. Біреудің асыл жары болдым, бірақ сен менің есімнен кетпедің. Өмір бойы сені күттім, депті. Атам да еңкілдеп жылап көзінен жас қалды. Мені Құдай осындай қылды. Бірақ Алла бар екен ғой. Амандық болса, мен ертең осы Ақтөбе қаласына той жасаймын да, самолетпен Алматыға шығамын деді. Сонымен әжемізбен апамызды қосып, Алматыға шығарып жібердік. Сол сияқты жастық шақтарында кім-кімге ғашық болмады. Балалық шақ қой. Ондайларыңыз болса, жеңгей үйде болып жатса, бұл жерде болмаса айтуға болады. Ал енді құрмет қалай, құрмет қонақтар, енді бүгін біздің ортамызда алыстан ат терлетіп келіп отырған. Молдабай ағамыз күйеу бала дейді осы шаңыраққа. Осы сіздерге. Күләш апа, бір қол соғып қошемет. Және ауылдан келіп отырған, жылтырдан келіп отырған. Назарбаевтың бір сөзі бар ғой. Ауылым алтын бесігім, айқара ашқан есігін, отан деп іздеп қыз сүйіп тербеткен ана бесігін, мақтанса қазақ мақтансын, көпсінбе Құдай несібін, қарады мұлақ ұл мен қыз топ, қазақтың саны өсірімді берші, Сәуле апамызды бір қол соғып қошемет. Түгіл шағалар. 1966 жылы жылтырдағы дамба орта мектебінің 1-ші класына бардық. Оған дейін жылтырдың құмында алысып, жұлысып, ешқандай
уайымсыз күндерді өткізіп жүрген балдар едік. Сол мектепке барғаннан кейін сабақ оқу деген басталып, мектепте отыру керек болды. Соның бәріне көндіре алмай, көбі ауылдан келген балдарға жаңа далалықтан. Сөйтіп шаққа дегенде, жаңа Омар ағай біздерді, не отыр соның біреуі. Омар ағай біздерді мектепке, партада отыруға, біздер ол кезде қалам сапен жазады Русиясы. Соны ұстап, қалай әкелу, қалай жазу бәрін үйретті. Содан ақ біле беріңдер ұстаздың өмірдің қандай екенін, қандай қиын екенін. Сөйтіп әйтеуір үйреніп, 4-ші класс бітірдік, сөйтіп жүріп, 8-ші класс бітірдік. Сөйтіп жүріп, бір күні 10-ші классқа да келгенімізді білмей қалдық соны. Сөйтіп 10-ші класста оқып, экзаменді тапсырып, өмір деген өзеннің алғашқы баспалдағы үлкен өмірге аяқ бастық. Әркім өзінің өмір жолын бастап, қалаған оқуына барып, оқуға түсті, жалмағандар қайтып келіп, келесі жылы барды қайтып, сөйтіп, әркім өзінің өмірдегі орнын тауып, бригадаға бардық айтпақшылай. Бригадаға барған өзіміздің ішімізде осы жерде 7-8 жігіттер мен қыздар бар. Балауса деген комсомол жастар бригадасы. Біздер оқуға кеттік. Сол бригадада қалмадың деп, өмір бойы 10 бітіргенше үлгілі болып едік, сол бригадаға қалмай қанағаттанарлық деген мінездемемен біздер оқуға кеттік. Үлгілі деген мінездемемен қолға алған 10 шақты қыз жігіт бригадаға кетті. Сөйтіп әйтеуір өмір жолын бастадық. Бұлар жақсы болып, бригаданы жұмысын істеп, елімізді көркейтіп, қойдан 100 бұл қоза алып, әдемі сыйлықтарды алып, ең соңында жаңағы жолдамамен өмір жолдарын, оқуларына барып, өмір жолдарымыз. Біздер бұлардан бірінші оқуымызды бітіріп, бізді әйтеуір елден қалмай жұмысқа кірдік. Сол жұмыспен жүріп, әркім өзінің жан-жарларын тапты, семья қылып, балалы болып, шағалы болып, бүгінгі күні міне бәрі де ата әже болып, 50 жыл өткізіп, осы тойға келіп отыр. Бәріне де өмірлерің бақытты болсын, көрінген балдарыңыздың қызығын көріңдер, бақыттың базарында, Алланың назарында жүре беріңдер. Үйлеріңде тек той болсын, қызық болсын. Алдымызда енді біздер жасарып келатқан жоқпыз, үлкейіп келе жатырмыз. 70 жасқа толатын күндеріміз тұр. Сол әдемі күндерде әдемі әже ата болып, сол тойда жолыға берейік. Сонымен бірге мен мына ерекше рахметті біздердің класстастарымыз өздерінің мәңгілік мекендеріне кетсе де, сол біздің класстастарымыздың ұрпақтарын жалғастырып, соларды өсіріп, өндіріп, тәрбиелеп, үлкен өмір жолына бастап отқан өзіміздің класстастарымыздың, біздің ауылдың қыздары ғой енді. Шалқардың қыздары, Шетір қыздың қыздары дегенде әйтеуір, осы әйтеуір Шалқар ауданының қыздары, осыларға бүкіл класстас ұл қыздардың атынан басымызды иіп, мың алғыс айтқымыз келеді. Рахмет сіздерге. Тек қалған өмірлерінде сол балдарымыздың қызығын көріп, тойда, қызықта, жақсылықта жүре беріңдер. Біздер сендерге әрқашанда тілекшіміз, ниеттес болып, тілеуші болып, сендерге тек сендердің қуаныштарыңа, қызықтарыңа бара берейік. Ал класстастар, бәріңе де алдағы өмірде жақсылық, ауырмай, сырқамай, жақсы күндерде, жайлы күндерде жүре беріңдер. Қастарыңдағы жолдастарымен тең жүріп, тең қартайып, енді еңбек еттіңдер, бәленбай жыл сол еңбектің зейнетін көріп, тек бақытты дастарханда, жақсылықта, амандықта, балдардың тойында жүре беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болып, тек көргеніміз қызып, уайымымыз жоқ, жақсы күндер мен бақытты сәттер болсын. Біздердің тойымызды ұйымдастырып жатқан Белаяға, бригадның қызы Қайнарға,
бригаданың жігіті Бұлағайға, бригаданың жігіті Балауса атын шығарған Көпбергенге рахмет айтамыз. Осы қыздардың ұйымдастыруымен мына тамаша асаба келіп жатыр, тамаша видео көріп келіп жатыр. Сіздерге де тек әр күндеріңіз қуаныш болсын, тапқандарыңыз мал болсын, ақша болсын, сол тек сіздердің рахаттарыңызға, игіліктеріңізге болсын. Тек осындай тойда, қызықта ауырмай сырқамай жүре берейік. Бақытты болыңыздар. Ду вот шапалақ